Бізде мектепке келдік. Всегда ай сайын келіп тұрады. Қазір оқымаймыз ондайдың, кітап түкте жоқ. Мәжітхана. Міне. Яқта постер жабыстырдық. Шыққы деп жүрмін менде. Міне шаңырақ. Кітаптардан осындай құрастырдық. Музей бар, музейді жабық түрде көрсете алмаймын, сол үшін. Яқта кітапханаға кіре беріс жер. Яқта меруерт. Анау тоже меруерт. Яқта қыздар тест тапсырып жатыр. Кетейікші жүр. Жүр кеттік. Яқта кітапханашы апай. Мынау біздің апай. Яқта Али апай. Не бар? Дене шынықтыру залы. Апай ғой. Сосын яқта біз дейтін сабақ беретін жеріміз. Яқта 3 этаждық жер, ар жақта менің артымда 2 этаждық жер. Екі жағында лестница көтерілетін яқта сыныптар бар. Басқа не көрсетем? Болды, басқадан көрсетпеймін. Кеттік енді ағайға қайта көтерілеміз. Опа. Вот. Болды. Осы. Апай бар. Аттама. Бүгін таңертең тұрып осыны істедік біз. Енді кетеміз. Қыздар кофе ішесіне ма? Ішпейсіне ма? Мен бүгін кірпі жасатуға барамын. Кешке. Аш жесем. Сағат 11:28. Біз мектептен шықтық. Жетеді ғой. Мектептен шықтық. Дала дейтін күштіп тұр. Погода прям радует. Иә, қарайдың. Жаңбырлығын болып тұр. Баяғыда жаңбырлы маусым дейді. Мектептің алды осындай. Біз кетіп батырық. Таң атпай. Көмектесуге келдік мектепте. Бірақ что? Кітаптармен новый идея. Иә. Ағаш естедік, сосын болды. Зато 2 в 1 болды. Ахмет Байтұрсынұлының апталығына байланысты істедік. Сосын еще амал мерекесіне қарай. Иә, көрініп тұрсын. Болды. Кеттік, біз кафеге барамыз. Сосын жақта бірдеңе жейміз. Онда көтереміз. Иә. Біз кафеге келіп отырмыз, заказымыз беріп болып. Күтіп отырмыз енді заказды. Нағыз жаңбырбай кел. Күшті жеркен. Кофе ішетін погода болып тұр. Күтіп отырмыз енді. Нағаранан дейтін жыртып алдың да? Жоқ, мына екеуі жыртып алды, мынаны жыртып алдым. Бұны дейтін манаға мектептен кітаптарды алып кеттім. Типа, блокнотқа жазып деп. Енді қамда.
Екеуміз де кетіп келген жатырмыз ғой. Кафеден шықтық біз. Суын алдық. Бірақ та салқын екен, бірдеңе жауып отыр еще. Бұршақ па бірдеңе жауып отыр. Климатымыз жоқ. Иә, екеуміз жүріп тек жалғызсырап екеуміз. Нормально тартып. Кімге тиіп жатыр? Кімге?